Биыл жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың туғанына 180 жыл. Осыған орай облыстық айтыскер ақындар жыршы термешілер орталығында Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісінің қатысуымен Жамбылдың жастары жырлайды атты тағылымды кездесу өтті. Іс-шара барысында қонақтар Жамбыл Жабаевқа арналған көрме және кітап инсталляциясымен танысты. Сонымен қатар Жамбыл Жабаев туралы кино үзінділерін қарап, оның өмір жолы мен өнерінде біршама сөз етті. Кездесуде Мәлік Отырбаев сөз сөйлеп, ұлы ақынның әдеби мұрасын насихаттаудың, ұлттық құндылықтарды дәріптеудің маңыздылығына тоқталды. Сондай-ақ жырау өмірінен біршама әңгімелерді баяндап, Жамбылдың якут елінде де танылғанын айтып, біз білмейтін деректермен де бөлісті. Біз енді дүниеге келе салысымен Жамбыл деген есімді естідік. Солай ғой. Кімсің сен, қай жердіксің дегенде Жамбылдықпыз. Жамбылда туғанбыз. Осы Жамбыл деген сөз қандай мағына білдіреді қазақта? Оны білесіздер ме? Білетіндер бар ма? Сол таудың басында Жамбыл деген өсімдік өседі екен. Ол басқа тауларда өспейді екен. Сол Жамбыл деген өте сирек өсетін өсімдіктің аты деп айтады. Енді Жамбыл батыр болған дейді. Сол таудың да сол батырдың құрметіне қойған деген аңыздар бар. Бірақ қайткен күнде де шын мәнісінде ойлап қарасақ, Жамбыл атамыздан бұрын біз қазақта Жамбыл деген есімді естіген емеспіз. Солай ғой. Тарихымызда да ондай есімдер естілмейді. Жиында Жамбыл Жабаевтың шығармалары орындалып, жас ақындар Бауыржан Асқарұлы мен Арайлы Жақсылық өз туындыларын оқыды. Сондай-ақ дәстүрлі ән мен күй орындалып, қатысушылар ашық форматта пікір алмасты. Тағылымды кездесу жастардың ұлттық әдебиет пен өнерге қызығушылығын арттырып, Жамбыл мұрасын кеңінен насихаттауға бағытталған мазмұнды рухани басқосу болды. Мерей Маратқызы, Елдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.